Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Жүсіп Злиха дастанының ары қарай жалғастыратын боламын. Жүсіптің жүректен сөйлеген сөздері шөлдеген көңілдерді демде гүлстанға айналдырды. Көңілде гүлзар бақ орнаған соң, ел ішіне құт береке ынтымақ нәсіп болды. Араз болған ағайындар достасты, күнде сабысындар татуласты. Бақталас байлар бір дастархан басында отырып, келелі кеңес құратын күнге жетті. Артық малына мектеп медресе соқтыратын дәстүр пайда болды. Айлары оңынан туып, егістеріне ырыс бітті. Саудалары дөңгелеп, жұрттың тұрмысы түзелді. Бұл өзгерісті елдің қаны Қылышханда байқады. Түсінің тәңірден келген рахмани түс екенін енді шүбәсі қалмады. Ол Жүсіпті құдасындай күтті. Керуендегі барлық малай құлдар да иззат ихрам құрметке қарық болды. 40 күн бойы бір езуінен бал, бір езуінен май ағып рахатқа батты. 41-ші күні олар қайтуға рұқсат сұрады. Құдыс халқы Жүсіпті жібергісі келмеді. Керуен кетсе кете берсін, бірақ Жүсіпті жібермейміз. Оның жолында малымыз түгіл жанымыз құрбан деп шуласты. Расымен олардан мұндай құрбандықты күтуге болатын еді. Мәлік сасайын деді. Жүсіп қалып қояр ма екен деп жаны қалмады. Ол: әй Жүсіп, сені керуенбасы етіп сайлаған мен, сен әлі менің басыбайлы құлымсың. Сені өз қалтамнан ақы төлеп сатып алғам. Осыны ұмытпа деді. Жүсіп мырс етті де үндемеді. Керуен қозғалатын сәтте туды. Қала жұрты мен халқы қалың әскер керуенмен жолын бөгіп тұрып алды. Олар: өлсек те тірілсек те Жүсіпті жібермейміз, ал керуен қайда кетсе онда кетсін деп талап қойып тұр екен. Мәлік біткен жерім осы шығар деп түңілді. Себебі Жүсіптен айырылса басынан бағы таярын анық білді. Бірақ Жүсіп ісіне әмәнда адал болатын. Мәлікке опасыздық етпеді. Ол түйесіне жайғасты да анталап тұрған қалың жұртқа қарап бетіндегі қалың пердесін түріп кеп жіберді. Қою қара шашы желп етті. Жамыраған жұрт тілін жұтып қойды. Шашынан ескен райханның жұпар иісіне елтіп қалды. Елдің алды есінен айырылып, тәлтіректеп барып құлай берді. Аспандағы күн жерге құлап түскендей күй кешті. Себебі Жүсіптің жүзінен төгілген иманның шуағына тіке қарау мүмкін емес еді. Көздері қарауытып, аяқтан әл кетіп, буындары былқ-сылқ, мойындары қалт-құлт етіп, өзара сабырлысып қала берді. Осы сәтті пайдаланған Жүсіп: басыңдар қамшыны деді. Әбден тыңайып алған түйелер жорғалата жөнелді. Шаһар жұрты есін жинап өзіне келем дегенше, бұлар 6 қырдан асып көрінбей кеткен еді. Керуендегі қариялардан бастап малай құлдарға шейін Жүсіпті мақтап, пәктеп, қайта-қайта ұлықтап, жыр оқып кетті. Ойпырма, Жүсіпті құдықтан тауып алмасақ, шаруамызда, саудамызда біткен екен деп тамсанумен болды. Жүсіптің тәубаға келуі. Сөздің құдіреті аспандағы құсқа да әсер етеді деген осы екен. Олардың мақтау сөзі Жүсіптің көңілін өсіре бастады. Ол расымен Құдайдың сүйген құлы болдым-ау, бұл әлемде менен өткен көрікті жан жоқ шығар деп ғажайып сымбатына тамсана бергені сол еді. Кенет таныс бейне алдынан кездесе кетті. Бірден таныды. Бұл құдыққа құлағанда қағып алған Жәбірейіл періште болатын. Жүсіп есін жинап үлгерген жоқ, періште оған бүй деді. Әй Жүсіп, саған көрік берген Мәссәуір ағзам емес пе? Құрметіңді асырған Қадір сұлтан емес пе еді? Оны неге ұмыттың? Көңілді неге өсірдің? Өсиетті неге өшірдің? Енді Тәңір тағаланың құдіретін көр деді де ғайып болды. Жүсіп тілдесіп үлгермей, не болғанын түсінбей теңселіп тұрып қалды. Кенет алдынан ғажайып шаһардың бейнесі көрінді. Бұқ не шаһар? Деп бәрі қайран қалды. Бұл маңайдан талай өттім. Сахараның бұл бөлігінде жазиралы алқап жоқ еді.
мына шаһар жердің астынан шықты ма, әлде аспаннан түсті ма деп Мәлік басын шайқай берді. Тәуекелдің дариясына сал кеме, я шықсын, я шықпасын қам жеме дегендей жұрт қалаға кіре бастады. Бұлар да ешкім дүрлігіп қарсы алмады, назар да салмады. Керуен әдеттегідей Жүсіптің дидарына сеніп тұрған еді. Қазір Жүсіп ай дидарын бір ашып көрсетсе, жұрттың бәрі аяғымызға жығылар деп дәметіп тұрған еді. Кірген сайын сан түрлі кереметке таңғалысты. Қала халқы өте бақуатты екен. Сәулеті асып, дәулеті тасып тұр. Әр үйдің алдында гүлзар бақ, су толы хауыз, мөлдір суда алтын балықтар жүзіп жүр. Бау-бақшадағы ағаштың бұтағында бұлбұл құстар мың бір мақамға салып, Аллаға зікір айтып тұр. Қызметшілерінің өзі жібек шапан киіпті. Жігіттері бекзат, қыздары перизат екен. Тек тал бойларында бірмін жоқ, бірі-бірінен өткен сұлу. Керісінше керуен жұрты соларға соқтанып, қадалып, есінен адаса бастады. Олардың толған айдай нұрлы жүзіне назар салғанда өздері де сары майдай ереді. Осыдан кейін жүзін перделеген, көңілі өсіп келе жатқан Жүсіп нәпсісіне мына көрініс танаудан тиген соққыдай болды. Өзінен асқан мыңдаған көрікті ер жігітті көргенде көңілі су сепкендей басылды. Әлгінде ғана мұның түр сымбатына тамсанып өлең арнап келе жатқан малайлар Жүсіптен жүз қайырып, қаладағы қыздарға қадалып қапты. Кенет Мәлік шыдай алмай: «Әй Жүсіп, тарт пердеңді, көрсет мыналарға жүзіңді, мыналар тіпті бізді адам екен дейтін емес қой» деп айқайлап жіберді. Әрең шыдап келе жатқан Жүсіп те бетінен пердесін сыпырып алып лақтырып жіберді. Бірақ ешкім қызығып қарамады. Керісінше қаладағы көрікті жұрттың бет әлпетінен төгілген нұр шуақ Жүсіпті көлегейлеп тастады. Қаладағы бойжеткен қыздың бірде-біреуі Жүсіпке сүйсініп қарамады. Тіпті менсінген жоқ. Жүсіп оларды таңғалдырмақ боп ажарын ары-бері көрсетіп бақты. Бойжеткендер селт еткен жоқ. Жігіттері мына ұсқынсыз жапалақты керуенбас етіп сайлап қойған қандай ақымақ деген кезде Жүсіп жынданып кетуге шақ қалды. Олар Жүсіпке бір рет болсын жүз бұрып қарамады. Бұл шаһарда ең көріксіз, ұсқынсыз адам Жүсіп боп қалды. Өскен көңіл, іскен нәпсі сол жерде жермен-жексен болды. Мақтанға бой алдыра бастаған көңілі су сепкендей басылды. Жәбірейілдің нені меңзегенін енді ұқты. Ұлық Алла мақтан сүйгіш пендесін жек көретін. Ішінен: жаратушы Раббым мені тәрбиелеп жатыр екен ғой деп өз қатесін түсінді. Сосын сәждеге бас ұрып тәубеге келді. Осыдан бастап өзіне мақтау сөздер дарытпау үшін өте сақ отыратын хәл тапты. Керуен ол шаһардан шығып Мысырға бет алды. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, осы әңгіменің жалғасын тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, өпіл басып, пікір қалдыра кетулеріңізді сұранамын.